Ассалаумағалейкум. Өткен жолы біз Роберт Кеннедидің денсаулық сақтау жүйесіне қандай өзгерістер алып келетіні туралы әңгіме қозғадық. Соның ішінде қоршаған ортақ қауіпсіздігі және оның ішінде суды фторлау мәселесі бар. Одан басқа тефлон мәселесі бар. Айтпақшы, тефлон туралы көбірек білгілеріңіз келсе, оның тарихы туралы онда Dark Waters деген фильмді көруге кеңес беремін. Ол жерде бәрі өте жақсы суреттелген. Одан басқа Эрин Брокович деген фильмді де көрсеңіздер болады. Ол жерде тефлон туралы емес, бірақ осыған өте ұқсас оқиға. Ол 6 валентті хром туралы және оның бәрі өмірден алынған оқиғалар. Одан басқа біз азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін талқыладық. Соның ішінде ГМО-ға ерекше тоқталып өттік және оның кейбір ауруларға қатысы бар жоғы туралы маңызды мәліметтер келтірдік. Сондықтан, егер сол видеоны көрмесеңіздер, төменде сілтемесі болады, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Бүгін ары қарай бұл тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі қозғайтын мәселе ол медицинадағы келесі маңызды мәселе дәрі-дәрмек қауіпсіздігі. Тағы да естеріңізге салайын, қазақ тілінде бұл тақырыпты менен басқа ешкім қозғамайды. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Ал егер арнаға қолдау көрсетемін дейтіндер болса, реквизиттер алдарыңызда. Сонымен дәрі-дәрмек қауіпсіздігі. Бұл өте маңызды мәселе. Америкада жыл сайын дұрыс қабылданған дәріден 100 мыңнан астам адам қайтыс болады. Передоздан емес, рецепт бойынша дұрыс қабылданған дәріден. Неге сонша көп адам? Демек, дәрі-дәрмек қауіпсіздігінде соның қадағалайтын ұйымдардың жұмысында бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Жалпы дәрі-дәрмек қауіпсіздігі қалай қадағалады? Оның бәрі қалай тексеріледі? Оның өзінің арнайы ережелері бар, өзінің тәртібі бар. Ең алдымен клиника алдындағы сынақтар өткізіледі. Мұнда дәрілер ең бірінші адамның жасушаларында тексеріледі, содан кейін жануарларда тексеріледі. Содан кейінгі келесі кезең ол клиникалық сынақтар. Оның өзінің 4 кезеңі болады. Бұл зерттеулердің бәрі қатал ережеге бағынады, оның өзінің стандарты болады. Қазіргі заманауи медицинадағы клиникалық сынақтардың ең жоғары стандарты ол рандомизацияланған, қосалқы жасырын, плацебо арқылы бақыланатын зерттеулер. Ол дегеніміз, зерттеуге қатысатын адамдар 2 топқа бөлінеді. Бірінші топ дәрі қабылдаса, екінші топ плацебо қабылдайды. Плацебо дегеніміз ол адам ағзасына ешқандай әсер етпейтін инертті зат. Ол өтірік дәрі. Және рандомизация дегеніміз не? Ол адамдарды 2 топқа бөлген кезде оларды кездейсоқ түрде бөледі. Ал қосалқы жасырын дегеніміз, дәріні қабылдаған адамда, оны берген адамда қай жерде дәрі, қай жерде плацебо екенін білмейді. Бұл шарттар зерттеудің нәтижесі барынша объективті болуын қамтамасыз етеді. Бірақ ондай зерттеулер өте қымбат тұрады. Ол шығынды кім өтейді? Оны фармкомпаниялар төлейді. Ал фармкомпаниялар ол жекеменшік компаниялар, ол бизнес. Сондықтан олар қайткенде де ол шығынды қайтаруға тырысады. Және олар оны еселеп қайтарады. Сол үшін фармкомпаниялар өте агрессивті маркетинг жүргізеді. Сіздер білесіздер ме? Фармкомпаниялардың бюджетінің 60%-нан 80%-на дейін бөлігі не нәрсеге жұмсалатынын білесіздер ме? Ғылымға емес, зерттеулерге емес, клиникалық сынақтарға емес. Ол ақша маркетингке жұмсалады. Фармкомпаниялардың маркетинг бөлімдері өте күшті жұмыс істейді. Олар жұмысқа ең мықты адамдарды жалдап, оларға ақшаны аямай төлейді. Содан кейін ол мамандар дәрігерлермен сөйлесіп, оларға сыйлық беріп, оларға пара төлеп, алдап сулап, әйтеуір дәрінің сатылымын барынша арттыру үшін бар күштерін салады. Және ол дәрілерді клиникалық протоколдарға енгізу үшін лауазымды тұлғаларға, министрлерге үлкен пара төлейді. Олар еш нәрседен тайсалмайды. Кез келген адамды олар сатып алады. Фармкомпаниялардың ықпалы өте үлкен. Өйткені бұл өте табысты бизнес. Олардың жылдық табысы 1,5 триллион долларға жақын. Бұл өте үлкен бизнес. Сондықтан олар дәріні сату үшін ештеңеден тайсалмайды. Бар күштерін соған салады. Сондықтан мұнда дәрінің клиникалық сынақта қандай нәтиже көрсеткені маңызды емес. Ол дәрі ешқандай жақсы нәтиже көрсетпесе де, олар бәрібір оны асыра мақтап, оны керемет күшті дәрі деп ауыз көпіртіп жарнамалайды. Сөйтіп оны сата береді. Қазір мен сіздерге нақты мысал келтірейін. Статин деген дәрілер бар. Бұл дәрілердің клиникалық сынақтарында дәрі қабылдаған топтың 0,35%-да инфаркт болды, ал плацебо қабылдаған топта 0,176%-да инфаркт болды. Егер бұл екі көрсеткішті салыстырсақ, олардың айырмашылығы небәрі 0,41% ғана. Оны ғылымда absolute risk reduction деп атайды, яғни абсолюттік қауіптің азаюы. Ал фармкомпаниялар сіздерге ешқашан бұл көрсеткішті айтпайды. Олар оның орнына басқа көрсеткішті қолданады. Оның орнына олар осы екі санды салыстырады да, олардың айырмашылығы 54% деп айтады. Яғни плацебоға қарағанда дәрі қабылдаған топта инфаркттың жиілігі 54%-ға төмен болады деп айтады. Бұл дәрі инфаркттың қаупін 54%-ға төмендетеді деп ауыз көпіртіп бұл дәріні жарнамалайды. Ал бұл салыстырмалы көрсеткіш. Оны relative risk reduction деп айтады, яғни салыстырмалы қауіптің азаюы. Шын мәнінде ғылымда осы екі көрсеткіш қолданылады. Бірақ бірінші көрсеткішті фармкомпаниялар ешқашан айтпайды. Өйткені 0,41% деген ол түк емес, сондықтан олар оны жасырады, олар салыстырмалы көрсеткішті айтады. Ал шын мәнінде абсолютті көрсеткіш өте маңызды. Бірақ ол туралы сіздерге ешкім айтпайды. Содан кейін адамдардың бәрі осындай көрсеткіштерге алданады. Дәрігерлерге осы дәріні жарнамалаған кезде олар осылай бұл күшті дәрі деп айтады. Науқастарға да. Содан кейін олар сол дәріні қабылдайды. Бірақ ол адамның денсаулығына айтарлықтай сондай үлкен өзгеріс алып келмейді.
Бірақ соған қарамастан ол дәріні сата береді. Және ол сатылымда ондаған миллиард доллар пайда әкеледі. Содан кейін тағы бір мысал келтірейін. Пандемия кезінде спутник вакцинасының эффективтігі 92% деп айтылды. Ал Pfizer вакцинасының эффективтігі 95% деп айтылды. Бұл цифрлар нені білдіреді? Ғылымнан хабар жоқ адам оны былай деп ойлап қалады. Вакцина қабылдаған адамдардың 92%-ында немесе 95%-ында вирусқа қарсы иммунитет қалыптасады, оларға вирус жұқпайды деп ойлайды. Солай ғой. Бірақ шын мәнінде бәрі мүлдем басқаша. Бұл жаңағы көрсеткіштер ол салыстырмалы көрсеткіш. Ал бұл екі өнімнің абсолютті көрсеткіштері қандай болған білесіздер ме? 1%-ға да жетпейді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз халықтың 99%-нан астамына бұл инъекциялар мүлдем қажет емес деген сөз. Яғни олар оны қабылдады ма жоқ па, ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ ол туралы сіздерге ешкім ешқашан айтпайды. Бізге 92%, 95% эффективті деп осы көрсеткіштерді айтып, ауыз көпіртіп, соны жарнамалайды да, содан кейін адамдардың бәрі соған алданады. Жалпы вакцина дегеніміз ол қазіргі заманауи медицинадағы ең табу тақырып. Қазіргі медицина ол тек бизнес қана емес, ол саясат қана емес, ол сонымен қатар дін деп айтуға болады. Қазіргі заманауи медицина дінінде өзінің догмалары бар. Және мұндағы ең күшті догма ол вакцинация. Ол қазіргі заманауи медицина дінінің алтын бұзауы деп айтуға болады. Оған тек табыну керек, оған ешқандай күмән келтіруге болмайды. Кім бұл догмаға күмән келтірсе, бітті. Ол адам қара бет болады. Нақты мысал келтірейін. Мына кісі кезінде Британияда жақсы дәрігер болған. Кейін ол бір мақала басып шығарды. Ол мақалада ол мына өнім мен мына аурудың арасында байланыс болуы мүмкін деп айтқаны үшін ғана қара бет болды. Мен сіздерге қазір әдейі жұмбақтап айтып отырмын, өйткені бұл өте сезімтал тақырып. Егер мен оны бәрі сіздерге ашық айтсам, YouTube бұл видеоны өшіріп тастайды. Сөйтіп, бұл мақала жарияланғаннан кейін бұл кісіге бүкіл академиялық орта шүйлігіп, оған қарсы ақпараттық шабуыл бастады. Оған алаяқ деп айып тағылды. Оның мақаласы басылымнан алып тасталды. Ол кісі лицензиясынан айырылып қалды. Ол сотталып кетті. Қазір ол дәрігер болып жұмыс істей алмайды. Ол өзінің бүкіл атақ лауазымынан айырылып қалды. Осыған дейін өмір бойы оның істеген еңбегінің бәрі жоққа шықты. Және мен сіздерге бір ғана мысал келтіріп отырмын. Кез келген дәрігер егер осылай істесе, дәрігер бола ма, ғалым бола ма, бітті. Оған антиваксер, псевдоғалым, алаяқ, конспиролог, жалпақ жерші деп айып тағылады. Ондай адам өзінің бүкіл атақ лауазымынан айырылады. Өйткені ол ең қасиетті догмаға күмән келтірді. Жалпы бұл өте даулы тақырып, бұған қатысты талай дау жанжалдар болған. Бірақ мен сіздерге бірнеше факт келтірейін. Қазір ақш әлемдегі ең көп екпе қабылдайтын елдердің бірі. Бала туғаннан ол 18 жасқа толғанға дейін оған 72 рет екпе салынады екен. Бұл әлемдегі ең үлкен көрсеткіштердің бірі. Және бала денсаулығы бойынша дамыған елдер арасында ақш ең төменгі орындарда. Балалардағы созылмалы аурулар, жұқпалы аурулар, аллергия, астма, аутоиммундық аурулар, сусамыр, семіздік, нейродегенеративтік аурулар, соның ішінде аутизм спектрі қатарына жататын аурулар, басқа дамыған елдерге салыстырғанда ақшта ең үлкен көрсеткіштер. Қазір мен сіздерге кейбір алаңдатарлық мәліметтер келтірем. Бұл шында да жаға ұстатарлық масқара. 40% америкалық балалардың әрқайсысында кем дегенде бір созылмалы ауру бар. 1970 жылдан бері балалардағы обыр аурудың көрсеткіші көп жағдайларда шамамен 50%-ға өсті. 50%-ға. 1960 жылдары семіздігі бар балалардың үлесі 5%-ға да жетпейтін. Қазір 20%-дан астам балада семіздік бар. Енді осының арасында байланыс бар ма, жоқ па, оны өздеріңіз ойлай беріңіздер. Бірақ мұнда бір заңдылық бар екені анық. Енді осының бәрін зерттеуге, арасындағы байланысты анықтауға ешкім рұқсат бермейді. Ондай зерттеулерді ғалымдар қанша талап етсе де оны өткізу керек деп, ешкім оларға сол үшін ақша бөлмейді, сондай зерттеулер өткізуге. Өйткені арттар ашылып қалатынын біледі, сондықтан ондайға рұқсат бермейді. Ал енді қазір Роберт Кеннеди бұл мәселені қозғайын деп отыр. Мен өткен жолы айтып едім ғой, ол пресс-конференция өткізді. Сол кезде ол аутизм тақырыбын ерекше атап өтті. Қазір Америкада аутизм ол кәдімгі эпидемия. Осыдан 100 жыл бұрын 10 мың баланың біреуінде аутизм болған. Осыдан небәрі 10 шақты жыл бұрын 55 баланың біреуінде болған. Қазір бұл көрсеткіш 34 баланың біреуінде. Және 8 жасар балалардың арасында қазір ең соңғы деректер бойынша 31 баланың біреуінде екен. Яғни жыл сайын бұл көрсеткіш өсіп келе жатыр. Осыдан небәрі бірнеше 10 жылдық бұрын өздеріңіз тыңдап көріңіздерші, мен бұны естіген сайын менің жаным түршігеді, және бұл жағдай нашарлап бара жатыр. Осыдан небәрі бірнеше 10 жылдық бұрын 10 мың баланың біреуінде аутизм болған. Қазір бұл көрсеткіш 31 баланың біреуінде. Жақында ғана ол 34 баланың біреуінде болған. Солай ғой, енді 31 баланың біреуінде. Мұнда бір нәрсе қате екені анық, және біз бұл созылмалы аурулар індетін жеңбей еш тоқтамаймыз. Енді мұнда анық бір заңдылық бар екені түсінікті ғой. Өткен жолы мен глифосат пен аутизмнің арасында байланыс болуы мүмкін деп айттым, ондай зерттеулер бар. Бұл бір фактор. Ал жаңағы
Осы нәрсе бұл тағы да екінші қосымша бір маңызды факторлардың бірі деп айтуға болады. Енді мен сіздерге қазір тағы да бірнеше факт келтірейін. 1986 жылы ақш-та Childhood Vaccine Injury Act деген заң қабылданды. Енді бұл заң бойынша егер кімде-кім екпеден зардап шексе, ол фармкомпаниялар да соттай алмайды. Фармкомпанияларға олар иммунитет беріп қойды. Егер екпеден кейін бала ауырып қалса, қайтыс болса, онда фармкомпания оған компенсация төлемейді. Оны тек мемлекет қана төлейді. Бірақ оның өзін дәлелдеу керек. Ал оны дәлелдеу өте қиын. Енді ойлай беріңіздер, фармкомпаниялар ешқандай жауапкершілік арқаламайды. Адамдар мыңдап, миллиондап қырылса да, оларға бәрібір. Енді тағы да бір қызық нәрсе айтайын. Вакциналардың клиникалық сынақтары ешқашан ережеге сай өтпейді екен. Біріншіден, олардың сол зерттеулердің ұзақтығы небәрі бірнеше күнге ғана созылады екен. 3 күн, 4 күн, 7 күн, ең көп дегенде 30 күн. Мысалға айтайық, егер сол клиникалық зерттеу 7 күнге созылса, онда 8-ші күні егер екпе алғаннан кейін сол адам ауырып қалса, немесе қайтыс болса, ол есепке алынбайды. Ол статистикаға тіркелмейді. Ал енді ойлаңыздар, егер одан бір қатерлі ісік болса, оның симптомдары 6-8 жылдан кейін ғана біліне бастайды. Әрине оның бәрі есепке алынбайды. Содан кейін вакцинаның бәрі қауіпсіз деп айтады. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, бірде-бір вакцинаның клиникалық сынағында нағыз шынайы плацебо қолданылған емес. Плацебо дегеніміз не? Ол инертті зат, ол адамның денсаулығына ешқандай әсер етпейді. Егер ол таблетка түріндегі дәрі болса, онда оның ішіне қант немесе крахмал қосылады. Оның аз мөлшері адамның денсаулығына ешқандай әсер етпейді. Ал егер ол инъекция болса, онда плацебоға физиологиялық ерітінді салады. Ол адамның ағзасына ешқандай әсер етпейді. Бірақ вакциналардың клиникалық сынақтарында ешқашан физиологиялық ерітінді қолданылмаған. Оның орнына вакцинаның құрамындағы бүкіл қоспалар қосылады. Тек оның бар айырмашылығы құрамында антиген ғана жоқ. Антиген дегеніміз не? Ол вакцинаның құрамындағы негізгі зат. Яғни ол өлтірілген вирус, өлтірілген бактерия немесе оның бір бөлігі. Сол бөлігі адамның ағзасына түскен кезде иммунитет оны таниды да, содан кейін оған қарсы жауап қалыптастырады. Ал одан басқа, сол антигеннен басқа вакцинаның құрамында неше түрлі қоспалар болады. Оны адъювант деп атайды. Оның ішінде алюминий тұздары бар, полисорбат бар, кейбір кездері сынап та болады. Ал сынап табиғаттағы ең улы заттардың бірі. Және кейбір кездері вакцинаның құрамында глифосат кездеседі. Және оның мөлшері өте жоғары болады. Глифосат туралы мен өткен видеода айттым. Егер сол видеоны көрмесеңіздер, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Яғни осы бүкіл улы қоспалар қосылған коктейль плацебоның ішінде бар. Әрине содан кейін екеуін салыстырған кезде арасында үлкен айырмашылық болмайды. Содан кейін вакцина қауіпсіз деп айтады. Және бір қызық нәрсе, кейбір кездері плацебоның құрамындағы алюминий тұздарының мөлшері вакцинаға қарағанда бірнеше есе жоғары болады екен. Бұл енді сұмдық емес пе? Осыдан кейін олар бізге вакцина қауіпсіз деп айтады. Ол ғылыми зерттеулерден өткен, оның бәрі дәлелденген деп айтады. Ал шын мәнінде бәрі өтірік, оның бәрі үлкен алаяқтық. Бірақ ол туралы бізге ешкім ешқашан айтпайды. Фармкомпаниялар ешқашан ол туралы айтпайды. Өйткені ол үлкен бизнес, ол саясат. Сондықтан мұндай нәрсені халыққа ешкім айтпайды. Енді бір қызық нәрсе, жақында бір жаңалық шықты. Боби Кеннеди жаңа үкім шығарды. Ендігәрі бұдан былай жаңа вакцинаның клиникалық сынақтары өткен кезде міндетті түрде шынайы нағыз плацебо қолдану керек деген талап қойылды. Ол дегеніміз бітті деген сөз. Фармкомпаниялардың бақытты күндері бітті деген сөз. Егер бұдан былай клиникалық сынақтарда нағыз плацебо қолданылса, онда вакцинаның қауіпсіздігіне үлкен күмән келеді деген сөз. Онда бүкіл былықтың беті ашылады деген сөз. Егер осының бәрі жүзеге асса, онда бірде-бір ата-ана баласын екпе кабинетіне апармайды, оны мен сіздерге анық айта аламын. Сондықтан бұл жаңалықты қазір бүкіл академиялық орта, медициналық орта, ғалымдар, дәрігерлер үлкен скепсиспен қабылдап отыр. Және бұл жаңалықтар жазған кезде ғалымдар, дәрігерлер дабыл қағып жатыр дейді. Неге олар дабыл қағады? Бұл жақсы жаңалық емес пе? Бұл керісінше вакцинаның қауіпсіздігі үшін үлкен бір үлес. Бірақ олар оны үлкен күдікпен қабылдап отыр. Олар дабыл қағып жатыр. Неге? Өйткені бір жағынан мұнда фарм бизнеске үлкен зақым келеді. Екіншіден, медицина дінінің ең мықты догмасы құлайды. Ал дәрігерлер, ғалымдар одан қатты қорқады. Өйткені олардың өмір бойы сеніп жүрген ұстанымы құлайды. Сонда олар үлкен күйзеліске ұшырайды. Сондықтан олар ондай нәрсені қабылдай алмайды. Неге? Өйткені адамдар вакцинаға күмән келтіре бастайды, содан кейін олар одан бас тарта бастайды деп айтады. Сонда оларға адамдардың денсаулығынан гөрі медицинаның догмасы маңыздырақ болып тұр ғой. Енді қазір Роберт Кеннеди бұл жүйені сындырайын деп жатыр да. Егер осының бәрі жүзеге асса, бұл бұрын соңды болмаған адамзат тарихындағы ең үлкен, ең маңызды жетістіктердің бірі болады. Адамзаттың санасында кәдімгі төңкеріс болады. Өйткені медицина дініндегі ең мықты догма құлайды, тасталған болады. Сонда денсаулық сақтау жүйесінде түбегейлі өзгерістер басталады. Жақсы өзгерістер басталады. Мен өзім бұл сәтті асыға күтіп отырмын. Және Роберт Кеннедиге мен өзім сәттілік тілеймін, бұл істі ақырына жеткізеді деп өзім үміттенемін.
Бүгінгі айтарым осы. Егер сұрақтарыңыз болса, пікір жазыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, видеоны таныстарыңызға таратыңыздар. Келесі жолы ары қарай бұл тақырыптарды жалғастырамыз. Денсаулық сақтау жүйесінде басқа да маңызды мәселелер бар, соның бәрін біз талқылаймыз. Сондықтан арнаға жазылып, келесі видеоларды күтіңіздер. Егер арнаға қолдау білдірем дейтіндер болса, реквизиттер алдарыңызда. Назарыңызға рахмет, келесі кездескенше.